сәлем достар, сіздермен бірге мен Амангелдин апамыз. Бүгін біз сіздермен красный бархат тортын жасайтын боламыз. Ол үшін сіздерге сары май керек болады, және қант, подсолнечный май немесе күнбағыс майы, 3 жұмыртқа, сода, және разрыхлитель, краситель, айран, ұн керек болады. Бөлме температурасындағы сары майды табағымызға саламыз ыдысымызға. Оның сары май 150 грамм болуы керек. Айтқанда бөлме температурасындағы және қант керек. Қантты саламыз. Қант 300 грамм керек болады. Енді біз сары майымыз бен қантымызды миксермен араластыратын боламыз 8 минут бойы. Енді жұмыртқамызды міне бір жұмыртқамызды салып алдым. Енді бәрін жақсылап тағы араластыратын боламыз. Біраз уақыттан кейін тағы да бір жұмыртқамызды саламыз. Тағы да бір жұмыртқамызды қостық. Енді араластырамыз. Міне тағы да бір жұмыртқамызды қостық. Енді араластырамыз. Енді майымызды қосамыз. 150 грамм қосамыз. Енді тағы да араластырамыз. Енді жұмыртқалы массамызды қойып қоямыз да құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Бірінші біз ұнымызды қосамыз. Және достар, егер үйлеріңізде какао болса, какао да қосуға болады. Содамызды саламыз. Қопсытқышымызды да саламыз. Енді бәрін араластырамыз. Енді біз құрғақ ингредиенттерімізді бір шетке алып қоямыз да айран мен красительді араластырамыз. Және осындай түсте болып шығуы керек. Енді жұмыртқалы массамызға аздап құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Араластырмас бұрын біз айранымызды, боялған айранымызды жұмыртқалы массамызға қосатын боламыз. Біз құрғақ ингредиенттерімізбен боялған айранымызды 3 рет араластырамыз. Мен 2-ші рет араластырып жатырмын. Міне біз ең соңғы рет араластырып жатырмыз. Құрғақ ингредиенттермен боялған айранымызды. Міне бізде осындай массамыз шығуы тиіс. Осындай. Міне мен осындай пішінді қолданатын боламын. Домалақ, диаметрі 25 см. Міне мен формаға пішінде құйып жатырмын. Көз мөлшерімен 3-ке бөлеміз. Міне енді өстіп бәрін түзулеп шығамыз. Міне енді 80 градусқа жарты сағатқа немесе 20 минутқа қоятын боламыз. Әркімнің пеші бөлек, сондықтан өздеріңіз піскенін қадағалаңыздар. Ал енді біз кремді жасайтын боламыз. Ол үшін 250 грамм сары май керек болады. Оның үстіне 200 грамм сахарный пудра қосатын боламыз. Және бәрін араластырамыз. Ал енді бәрін миксермен араластырамыз. Міне мен араластырып болдым. Енді біртіндеп сүтті қоса беруге болады. Тағы да араластырамыз. Енді ванилин қосатын боламыз. Енді бәрін жақсылап миксермен араластырамыз. Міне мына жақта бірінші слойымыз дайын болды. Ал енді екінші слойды істеп жатырмыз. Міне екінші слойды салып қойдық. Ол пісіп жатыр. Бәрі жаңағыдай. Міне бізде осындай крем шықты. Өте қою. Міне дайын кремімді енді мен салафанға немесе кондитерлік қапшықтарға салатын боламын. Бірақ мен салафанға салдым. Және кімде мен секілді кондитерлік қапшықтар жоқ болса, демек салафанға да салуға болады. Міне бізде осынша шықты. Біз салафанның аузын жауып қойдық. Әлі теспедік. Бізде әлі екінші слойымыз дайындалып жатқандықтан біз оны холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Мен достар кремді жағып болдым. Осындай менде шықты. Міне. Өстіп те көрсеткен болады. Бұның көрінбеу себебі достар, көрінбеу себебі мен крем өте аз істеп қойыппын. Кремнің рецепті астында болады. Вот сол рецепті 2 рет көбейтіп істеулеріңізге болады. Сол кезде бәрін жақсылап жаба аласыздар. Және жақсы май алыңыздар. Шеттерін жаптым, бетімен де ыстық болып кетті. Содан кейін ол жоғалып кетті. Енді біз тортымызды әрлейтін боламыз. Әсемдейтін әрлейтін боламыз. Достар, сіздер торттың бетін әрлеуге кез келген затты ала аласыздар. Мен печеньені ұнтақтап бетіне салатын боламын. Процесін өзім көрсететін боламын. Міне достар, мен ұнтақтап жатырмын печеньені. Өте дәмді шығады. Достар, менде осындай ұнтақтар шықты. Және тақта мен осындайды қосатын боламын. Қолымызға ұнтақтап алып келіп, бүйтіп сепсек болады. Міне өстіп әрледім. Печеньенің қоқымдарын, ұнтақтарын деуге болады. Шеттеріне де жабыстырдым. Міне бетіне қара орех, бұндай магазинде сатылады. Орехтерді шоколадпен қапталған орех деуге болады. Өте әдемі шығады. Кесіп мен кешке көрсететін боламын. Достар, егер сіздерге осы рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі қандай торттың рецептін тексерейін.